200-ден астам маңғыстаулық студент ірі кәсіпорындарда тәжірибеден өтіп жатыр. Олар университет қабырғасында оқып жүрсе де алғашқыда жалақыларын алып үлгерген. Бұл дуалды оқыту жүйесінің нәтижесі. Білім алушылар жоғары оқу орнында алған теориялық білімін өндіріс базасында тәжірибемен ұштастырады. Берекет Мәмедәлиев геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандығында оқиды. Былтырдан бері дуалды оқыту жүйесі бойынша мұнай мекемесінде тәжірибеден өтіп жүр. Ірі кәсіпорындағы білікті мамандармен жұмыс істеп, жалақы да алады. Бұл өзі сияқты студенттердің мамандық бойынша құзыреттілігін қалыптастыруға көмектеседі дейді ол. Геофизика, петрофизика бағыты бойынша және гидрогеология бағыты бойынша 8 студент 2 топ оқу жұмыс істеп жатыр. Бұл өте жақсы бағдарламалардың бірі. Бұл жұмысқа бірден орналасуға көмектеседі. Яғни біздер ары қарай диплом алғаннан кейін біздер жұмысымызды жалғастырып кетеміз. Ояқта да білікті мамандар бар. Яғни теориялық жүзінен басқаша, енді сәл бірақ ұқсас болып келеді. Өңірдегі жоғары оқу орны мұнай мекемелерімен тығыз байланыста. Заманауи материалдық техникалы база мен интерактивті құралдардың оқу үрдісінде пайдаланылуы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға тікелей әсер етеді. Қазіргі таңда инжиниринг факультеті түлектерінің 87%-ға жуығы жұмыспен қамтылған. Сондай-ақ олар КАППА, KMG School бағдарламаларында қолданады. Техникалық мамандықтарды дайындауда бізде мұнай мекемелері өте көп Маңғыстауда. Олармен біздің қарым-қатынасымыз өте тығыз. Біздің балдарымыз мысалға дуалды оқыту бағдарламасымен қамтылған. Яғни бұның негізгі мақсаты теориялық білімді тәжірибемен ұштастыру. Бұл КАППА бағдарламасы осы өндірісте қолданылып жатқан, өздерінде де қолданылып жатқан, басқа мекемелерде қолданылып жатқан негізгі дұрыс бағдарламалардың бірі мынау скважиналардың мәліметтерін зерттеуге, қабаттың қасиеттерін зерттеуге арналған. Осыны студенттеріміз осыны тікелей өндірістегідей қылып пайдаланады. Құрылыс материалдарын пайдаланады. Университеттің инжиниринг факультетінде 16 білім беру бағдарламасы бойынша оқитын 1500-ден астам студент бар. Өңірімізде өнеркәсіптің көп болуы техникалық мамандыққа деген сұранысты арттырады. Осы бағытта мемлекет тарапынан гранттар да көп бөлінеді. 2022 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев экономиканы дамыту үшін білім беру ұйымдарының сапасын арттыру керектігін айтты. Ол үшін Қазақстанда жетекші шетелдік университеттердің кемінде 5 филиалын ашуды тапсырды. Осы міндетті орындау мақсатында университетімізде Қазақ-неміс тұрақты инженерия институты ашылды. Бұл жоғары білікті кадрлар даярлауға, жергілікті адами капиталдың дамуына ықпал етуге мүмкіндік береді. Аймақтағы мұнай-газ кәсіпорындары жастарға әлеуметтік қолдау да көрсетіп келеді. Бірнеше мекеме жыл сайын 250-ге жоқ студенттің оқу ақысын төлейді. Мөлдір Батырбай, Саламат Таумұрынов, Тидар.